Қайырлы кеш, қадірлі ағайын. Армардақты көрермендер, бүгін сіздер сыр елінің өнерін өрге сүйреп, дүниеге дәстүрлі музыкамызды дәріптеп келе жатқан, талай әннің тынысын кеңейтіп, талай күйдің тәлімін тыңдарманға жеткізген бірегей ұжым Ақмешіт фольклорлық ансамблінің 53-ші өнер маусымын жабуға арналған «Дала тынысы» атты концертіне куәсіздер. Ұлт өнеріне өлшеусіз еңбек еткен талай шығармашылық ұжымның қабырғасы қаланып, шексіз шығармашылық әлеміне құлаш соққан Қызылорда облыстық филармониясы өнер ұжымдарының кәсіби деңгейін арттыру мақсатында дәстүрлі түрде шеберлік дәрістер ұйымдастырылып келеді. Биыл Ақмешіт фольклорлық ансамблінің шығармашылық көкжиегін кеңейту бағытында Еркеғали Рахмадиев атындағы Астана мемлекеттік академиялық филармониясының Қорқыт этно ансамблінің көркемдік жетекшісі, ерен еңбек үшін медалінің иегері, мәдениет қайраткері, Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, белгілі композитор Қорғанбек Шолпан Ділдәбек қызының шеберлік дәрісі ұйымдастырылып, тәжірибе алмасу сағаттары өткен болатын. Осындай біріккен еңбектің нәтижесін бүгінгі концертімізде өздеріңізге тарту етеміз. Олай болса, концертімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Сахнада Ақмешіт фольклорлық ансамблі көркемдік жетекшісі Айдар Мақсұтұлы. Бауыржан Ақтай, Арнау, орындайтын ансамбль. Қабыл алыңыздар.
Шолпан Қорғанбектің «Дала тынысы» туындысына қойылған Гүлбану Мырзабаеваның биі «Өмір керуен» орындайтын Томирис би ансамблі. Томирис би ансамблі, сіздердің қошеметтеріңіз болсын. Ақмешіт фольклорлық ансамблі өзінің репертуарлық қоржынын әртүрлі бағыттағы шығармалармен толықтырып келеді. Сондай туындының бірі белгілі композитор Әлия Жақановтың лирикаға толы, әрі халықтың арасында кеңінен таралған әні «Әселі мәнім». Мәдениет саласының үздігі Бағдәулет Қарғабаевтың орындауында қабыл алыңыздар. Самалы жопар жазғы бір кеште ойласам бол
жолдастық көл жақта айтылған сырлар түседі еске оятқан сонда махаббатта олайды жүрек толқындай шалқып аңсайды жүрек өзіне тартып сағынтқан әнім әсемім жаным сағынтқан әнім әсемім жаным тағдырмен қатал ойнатқан сонда қайдасың менің армансыз күнім бақ құсы едің қонбадың қолға қапыда қалды зар толы олайды жүрек толқындай шалқып аңсайды жүрек өзіне тартып сағынтқан әнім әсемім жаным сағынтқан әнім әсемім жаным алыссың жатсың білемін сәулем тағдырға нала не керек айтам өмірдің сол бір жарық еткен дәурен әсерім сірә келер ме қайта олайды жүрек толқындай шалқып аңсайды жүрек өзіне тартып сағынтқан әнім әсемім жаным сағынтқан әнім әсемім жаным толайды жүрек толқындай шалқып аңсайды жүрек өзіне тартып сағынтқан әнім әсемім жаным сағынтқан әнім әсемім жаным армысыздар құрметті өнерсүйер қауым келесі тыңдайтын әндеріңіз Алтынбек Қоразбаевтың әні Ақ Бегелек қабыл алып отырыңыздар ақ дегелек әппақ қана ару әсем еді
seni бүкіл ауылым ақ дегелек таратушең паңданып сымбатыңа қараушы едім таңдана шолояңды бізге тастамай кетсең кеттің ұшып мекенің боп маңдала ой шолояңды бізге тастамай кетсең кеттің ұшып мекенің боп маңдала дегелек сағынышым суытпашы жүрегімнің жылуын туған жерден қанша алыстамай кетсең керек ақ қой мойныңды бір бұруын Бақдәулет Қарғабаев, сіздердің қошеметтеріңіз. Шолпан Қорғанбек, қасиетті ел.
Сыр елі ғасырлар бойы жыр дастандарда ән мен күйді қатар ұштастырған киелі өнер ордасы. Алайда сыр өңірінің әншілік өнері жыршы жыраулық дәстүрмен, терме толғаулармен тығыз байланысты қалыптасқандықтан, арқаның асқақ, кең тынысты әндерінде, батыстың жорға екпінді туындыларында өзінің дауысты толқып мақамдап айту мәнерімен ерекшеленді. Сырдың балымша, жаным моншаң, сырдың қара торғайы, алтын көкем, қымыз құйғыш, долана сынды әндері соның дәлелі десек болады. Кезекті Ешнияз Салдың сыр дуан әніне береміз. Ансамбльде өңдеген Шолпан Қорғанбек сахнада халықаралық және республикалық конкурстардың лауреаты Зүлпия Баймұрзаева. Қарсы алыңыздар. Шабалмайды арғыма, жан болмасам, жігіт жүдеп тартадай, мал болмасам, ақ боз үйдің сәнідай, ортаядай, оймағауыз күлім күз, жар болмасам, ақау қият, мақтауға сият, таң шолпаны батқанда, шайқап ояды. Қонған жері ауылымнан баяндағы, кеткен ізім Аллаға, саяндағым. Көлге біткен балқұрап, балауыз тасып, жатар ұйықтап күн қайда, саяндағым. Ақау қият, мақтауға сият, таң шолпаны батқанда, шайқап ояды. Ақау қият, мақтауға сият, таң шолпаны атқанда, шайқап ояды. Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер. Бүгінгі біздің Ақмешіт ансамблінің концертіне қош келдіңіздер. Келесі тыңдайтын әндеріңіз Бержігіт Сердалының әні «Ауыл жатыр той жасап». Қабыл алыңыздар. Барымен базар қылып той тойлаған, ой бәле бұл қай заман, ай қай заман. Жер ошақта Хасан деген асылып, боз күйдай болас күй, самаурында шай қайнаған. Ой, уәридай, уәридай, ой бәлай, ауыл жатыр тойы жасап, ат шаптырып, ой. Ауыл жатыр тойы жасап, ат шаптырып,
чаптырып ай. Ауыл жатыр той жасап ат чаптырып, ата баба дәстүріне сал келіп, қазір бабам қарайды қыр басынан, лақтырып ай, лақтырып, шашуларын сақсақ күліп ай. Ой, уәридай, уәридай, ой пәлай, ауыл жатыр тойы жасап, ат чаптырып ай. Ауыл жатыр тойы жасап, ат чаптырып ай. Барымен базар қылып той тойлаған, ой пәлі бұл қай заман, ай қай заман. Жер ошақта Хасан деген асылып, боз кидай, болаз кей, самаурында шай қайнаған. Ой, уәридай, уәридай, ой пәлі-ай, ауыл жатыр тойы жасап, ат чаптырып ай. Ой, уәридай, уәридай, ой пәлі-ай, ауыл жатыр тойы жасап, ат чаптырып ай. Ауыл жатыр тойы жасап, ат чаптырып ай. Зүлфия Баймұрзаева, сіздердің қошеметтеріңіз. Музыкалық мұрасын ұлттық өнерді дәріптеуге бағыттаған Шолпан Қорғанбектің Керуен базары туындысы 2020 жылы өткен Түркі әлемнің рухани астанасы Түркістан атты бірінші халықаралық аспаптық музыкалық шығармалар байқауында үздік деп танылып, жүлделі орынға ие болған еді. Бүгінде бұл шығарма еліміздегі көптеген шығармашылық ұжымдарының репертуарынан ойып тұрып, орын алып келеді. Қабыл алыңыздар, Шолпан Қорғанбек, Керуен базары.
Сыр елінің қонақжайлығы, қазақы дәстүрдің ең таза, шынайы әрі жомарт үлгісі десек артық емес. Бүгінде сыр сахнасының сәніне айналған Ақмешіт ансамблінің 53-ші маусымдық жабылу концертіне рухани демеу болып отырған рухты шығармалардың авторы, композитор Қорғанбек Шолпан Ділдәбек қызы ортамызда. Сіздердің қошеметтеріңіз. Қазақи болмысымыздан аспай қонақ кәде жасауға рұқсат етіңіздер. Сахна төріне облыстық филармония басшысының орынбасары Байымбетов Марлен Сайлаубекұлын шақырамыз. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін облыстық филармония өзінің дәстүріне сай маусым жабылуына арналған шығармашылық кештерін бастап отыр. Өздеріңіз куә болып отырғандай, Ақмешіт фольклорлық ансамблінің репертуарына кеңейту мақсатында елімізге белгілі композитор, шығармашылық әлеуетті жоғары талант иесі әріптесіміз Шолпан Ділдәбек қызының шеберлік дәрісін ұйымдастырылып, нәтижесін бүгінгідей әдемі кеште ұсынылуда. Сыр еліне қош келдіңіз, Шолпан ханым. Айта кету керек, туындылар бүгінгідей де қазақ фольклорында жоғары сұранысқа ие болып жатыр. Бірнеше күнге созылған дәріс барысында музыканттарымыз фольклорлық, этнографиялық өнердің қыр-сырына терең бойлап алған тәжірибелері алдағы уақытта шығармашылық жұмыстарында да тиімді пайдаланылатыны сөзсіз. Шолпан ханым, сізге шығармашылық шабыт, зор денсаулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Енді қазақ дәстүрімізге сай шапан жабуға рұқсат етіңіз. Құрмет, қошеметтеріңіз болсын. Алтын уақытыңызды бөліп, сыр өнеріне жасап жатқан еңбегіңіз үшін шынайы алғысымды білдіргім келеді. Басшымыз іс сапарда болғандықтан, бүгінгі осындай тамаша кеште алғыс хатын және гүл шоғын табыстауға рұқсат етіңіз. Алдағы уақытта да ансамбльдер арасында тығыз байланыс болып, бірлескен концерттер арқылы көрермендерімізді қуанта береміз деп ойлаймын. Көп рахмет. Рахмет, Марлен мырза. Құрметті өнер сүйер қауым, жанашыр халқым, сіздерге алтын уақыттарыңызды бөліп, біздің Ақмешіт ансамбльді қолдап келгендеріңізге мың алғыс. Қасиетті сыр елі, жыр елі, осылай еліне келіп қалғаным бар. Ақмешіт фольклорлық ансамбльмен шеберлік байланыс орнатып, шеберлік дәріс бергеніме өте ризамын. Алдағы уақытта, жана Марлен мырза айтып жатыр ғой, қарым-қатынаста әлде алдағы уақытта жұмыс жасаймыз деген сенімдімін. Негізінде Ақмешіт туралы айта кетсем, талай байқауларда, фестивальдарда бақ сынап жүрген бір сахнада өнерімізді көрсеткен болатынбыз. Мен үшін осы ұжым республикадағы беделді ұжымдардың бірі деп есептеймін.
сыр елі менің шығармаларымды танысын деген оймен осы ұжымға біраз шығармаларымды тарту еттім. Соны қабыл алып, енді шығармалардың ғұмыры ұзақ болатынына сенімдімін, себебі сенімді қолға бердім. Ақмешіт ұжымына, Айдар балама, өзімнің шәкіртім, осы Мақаш Тағат мырза бастаған филармониян ұжымына, Марлен мырзаға, Азиза ханымға, жана Тамирис би ұжымға, хор, жалпы балаларға бәріне де шығармашылық табыс тілеймін. Ең бастысы барлықтарыңызға, отбасыларыңызға амандық, зор денсаулық, Алла тағала бақ берекеден айырмасын. Сіздерге көп рахмет, басымды ием. Шолпан Қорғанбек, сіздердің қошеметтеріңіз. Шолпан Қорғанбек, жүрек сыра.
Абай, бойы бұлғаң, орындайтындар Ақылбек Табынбаев, Айсұлу Әбді және гитарада сүймелдейтін Марат Іскендіров. Sastım, dora kaçtım, çalma can. Öz oyunda, dol boyunda, beni çok temdesin. Tözdüm ırsam hüyde sırdan, sözü kalşın yerkesin. Baskurasa, mansurasa, vermegen yetedese. Adam ağlap, sıpras ağlap, bayır ağlap çekese. Söz kanatkan, şut kanatkan, şartı sanattı bayrağı alma. Keseli zor, malda baydan sorlı çok. Aşk ömektin, cem demektin, boz kalektin morunu çok. Su jığarma, söz jığarma, Şılman jel buaz. Aytı kendim aldı derdim, şimdi kendim özüme. Ақылбек Табынбаев, Айсұлу Әбді, Марат Іскендіров, сіздердің қошеметтеріңіз. Құрманғазы, арба соққан.
Шолпан Қорғанбек, Төрткүл түмені. Марат Бердіғұлов, ел толғауы.
эле ғасырлар бойы жыр мен әннің алтын діңгегін үзбеген, өзіндік мақам сазы бар қасиетті өңір. Сыр әндері мақамның мұңлылығы мен, жырға тән кең тыныстылығы мен, және орындаушының дауыс ырғағындағы қоңыр сазымен ерекшеленеді. Кезекті әйгілі Рүстембек жыраудың «Жаным Моншан» әніне береміз. Сахнада Бейсенбек Төлеубаев, қабыл алыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті бүгінгі Ақмешіт фольклорлық ансамбліміздің Дала тынысы атты концертіне қош келдіңіздер. Мінекей жаңа сыр бойындағы Жиенбай жыраудың баласы Рүстембек жыраудың «Жаным Моншан» деген әнін Астанадан келіп отырған қадірменді қонағымыз Шолпан Қорғанбек қызы ханымның ансамбльге лайықтаған нұсқасын тыңдадыңыздар. Енді келесі кезекте халық әні нақ-нақты қабыл алыңыздар.
күндіз мәжілісінде ойнап екі манақ нақ. Айта бар, қайта бар, қыздарға сәлем айта бар, әнбірақ қой есіңе сал, ескеріп қал, Құдашай. Азық алдым бұлық-бұлық, қасың қара көзің қой, ақтамақ қыз бір өңкей, әбәу қыздар әбәу бақ, тырнаматай туайтал, екі манақ нақ. Ішім ай, дертім ай, қыздар ай, қырғын ай, қыз басында қыз ойнақ, күндіз мәжілісінде ойнақ, екі манақ нақ. Айта бар, қайта бар, қыздарға сәлем айта бар, әнбірақ қой есіңе сол, ескеріп қал, Бейсенбек Төлеубаев, сіздердің қошеметтеріңіз. Марат Бердіғұлов, Дәуір дастан.
Қуаныш Нүкішев, Дала жыры. Ақмешіт фольклорлық ансамблі, көркемдік жетекшісі Айдар Мақсұтұлы. Қошеметтеріңіз. Бүгінгі концертте өнер көрсеткен Томирис би ансамблі. Марат Искендіров, Бейсенбек Төлеубаев, Зульфия Баймұрзаева, Ақылбек Табынбаев, Айсұлу Әбді. Сыр өнер жанашырларының атынан композитор Шолпан Ділдәбек қызына шексіз алғысымызды білдіреміз. Шығармашылық шабытыңыз сарқылмасын. Ақмешіттің өнер керуені әрдайым өрге жылжи берсін. Халқымыздың рухани қазынасы ұрпақтан ұрпаққа жалғаса бергей. Бүгінгі өнер кешіне куә болып, ыстық ықыластарыңызды арнағандарыңыз үшін шынайы ризашылығымызды білдіреміз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.